Ақшам шерифлеріңіз қайырлы olsun, үрметлі сeyirciler. Юақырым телеканалында хаберлер жанлы yayında. Мен оның албырыжысы Муслим Умеров. Бүгін бізлер ишғал алтында бұлынған шерлер башы вазифелерінде кімлер чалышачақлары ве Ахмежит масал вастасынен балаларының төл огренілмесі ақында тариф етежекміз. Уйдырылған алушталы Хизбут Тахрир группасы ішіне қаршы берілген апелляция бойынша Қырым юғары махкемесі тарафындан чықарылған қарар денештірілмейжек денілді. Бұл ақта Қырым бірдімлігі хабар етмекте имайежелер қырымтарларының тефқифлеріне қаршы ишғалжелерінің махкемесіне итираз білдірді. Бөлеліктен олар ноябрінің 5-не қадар незарет алтында қалажақ. Бізге құнышмаға имкан берілмеді. Чүнки апелляцион махкеменің қарары илан edilген сон біз тек сілемлашып олдық. Іште бұ қадар. Хапы хаптылды векім сечеколарнен құнышып оламады. Мы только смогли поздороваться. Бұл ел июнь айында ишғалжелер Алуш, Тақарасубазар ве Ахмежит районларында яшаған Қырым татарларының әвелерінде тинтүвлер япқана ақында хатырлатамыз. Тинтүвлерден сон 8 кіші незарет алтына алынды. Олар арасында Эльдар Кантемиров, Ленур Халилов, Руслан Месутов, Руслан Нагаев бар. Олар Хизбут Тахрирның тешкил үтіп ве анда ишрақ үтівде қабатлана. Бұл тешкилят Русия или ишғал етілген Қырымда ясақлағанлар жедвеліне көре. Ишғалжелерінің тақатшылары Тайган Сафари паркының мудирі Олег Зубковға қаршы açылған жинай ішні махкемеге йоллаған. Қырым хаберлеріне бұл ақта оның озуй кейтіп берді. Ишғалжелер қызметлер кереклі дәрежеде берілмегені дайыр жинай ішінен бағлы тақатыны бітіргенлер. Соз арсанларының янында кезінту қызметі ақында кеті. Ишғалжелерінің мой сесесі 2018 сенесі арсланның бір турист қадыны тешлігені аляқалы весиқаға эсаслана. Сафари зеречісі тәлкесізлік қайдыларыны бұзды. Арслан түшледі. Сағлық ич бір төлеке йоқ, чүнки бұ яш арсланыды. Не кемеклері, не де жылын яраланмады. Мен махкемеге еменлікнен барам. Қорқылажақ ич бір ше олмады. Бұ әр вақыт олабележек sıрадан бір вақа. Исияр ат кезінтлерінде я парашют, я да ава көрресінде атлағанда да ола біле. Атта учақта я да арабада кеткенде де әрше ола біле. Бұ илк жинай ишдегіл, мені парк тешкелечісі оларақ уйдырылған давалар бойынша махкүм етмеге тырышалар. Еминім ки махкемеде әршей оз еріне қайтар ве егер Қырымда әділетлі қарар чықарылмаса, махкемеге ич бір басқы япылмаған Қырымның тышында олажақ. 2018 сенесі июль айында Тайган паркында Арслан бір турист қадыны тешлігені ақында хатырлатып кечмеліміз. Қадының сөзлеріне көре Тайганның мудирі Олег Зубков о арада шу ерде бұлынса да, о сайванларыны тынчыландырып оламаған. 2019 сенесі апрель айында Қырымдаки Қарасубазар районының прокуратурасы паркта Арсланларының янында кезінту қызметінің берілуіні ясақлағандыр. Ишғал етілген Ахмежит мемуриетінің башы вазифесіне 9 намзет күреш алып баражақ. Бұл ақта ишғалжи мемуриетінің матбуат қызметі хабар етмекте конкурс ярын өткерілежектір. Олар арасында Новый Чехов шіркетлер идаресінің баш мудирі Валерий Турецкий де бар. Айрыджа оозіні ишғал етілген керіч мемуриетінің башы вазифесіне де намзет көстерілгені белді. Ахмежитның елбашчысы вазифесі üçün Ахмежит мемуриетінің сабық башы Наталья Маленко де көрешмекте бұл ел сентябрінің 30-інде о сихтиярынен истифа еткені ақында хазырлатмақ керектір. Қырым илхағындан евел о Қырым мектеплерінден бірінде мудерлік япып, регионаллар фырқасына кіре ве Украина халық депутаты Владимир Бойканың меслиятчысы вазифесінде чалышайды. Русия Қырымның илхақ еткен сон Қырымның имайысы üçün адлы медальнен тақдирленді. Айрыджи ишғал етілген Ялта шерінің башы вазифесіне дорт намзет илхақ етілген Керіч шерінің елбашчылығына еді намзет көстерілгендір. Сентябрінің 18-інде Кремль незареті алтындаки Қырымның башы Сергей Аксеновның тәкіфіне бинайын ишғал етілген Қырым шер ве районларының елбашчылары истифа аризалары язғаны ақында хатырлатып кечмек ерлі олажақтыр. Бүгін Киевде Қырымдатар тілінде азырланған инсанларының құқығы декларациясы тақдим етілді. Оның тәржемесі өзерінде Қырымдатар филологлары, журналист ве ожалары тахминен бір афта чалышты. Қырымдатар тілі ожасы Тамила Ситягияева рус, ингеліс, түрк ве дигер тілерінден тәржеме етілгені ақында айта.
Тәрҗемә etmek кыйын ады, чөнки Кырым татар телене калька дегенче yapılmayıp тәрҗемә etmek керек еді. Әлбәттә ки анда истилят бар еді ve оны умумиләштермәк керек еді. Herkes o'z parçasını тәрҗемә etib, sonra bir-birine yolladı. Sonra тәшкилмәгә башладык. Бүгін Қырым ишғал алтында bulunmakta. Тамыр халк olgan Қырым татарларға низбеттен систематик olarak репрессиялар куллана. Біз әрбір evde, әрбір Қырым татар айлесінде туған тілде yazılған инсан ақлары декларациясы bulunması için çalışacağımız. Bundan son tercüme edilgen metinnin Birleşken Milletler Teşkilatında kaydedilmesi üzerinde çalışacağımız de Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin temsilcisi İskender Bariyev. İnsan Hakları Umumi Deklarasyası 1948 dekabr ayında Birleşken Milletler Teşkilatı'nın 3. sesiyasında kabul etilgeni hakkında hatırlatamız. İnsan Hakları Keniş Sureti ilk olarak bu vesikada açıklağandır. Vesika 30 tane maddeden ibaret. Қырым Юғары Шурасының сабық депутаты Василий Ганышке қаршы шығарылған жаза қарары денешмейчек. Бұл уақытта Қырым Мұхтар Жұмхуриеті прокуратурасының матбуат қызметі хабар етмекте. Киев апелляцион махкемесі сабық депутат Василий Ганышке жаза қарарының денештірілуінде имайы етмекні редетті. Кечкен сене ноябрьнің 19-інде Киев шерінің Днепровский район махкемесі Қырым Юғары Шурасының сабық депутаты Василий Ганышны хайынлікте қабатлап мүлкіні мұсадыре етмек шартынен 12 елі хапыз жазасына махкүм еткені ақында қатырлатамыз. Арыджа Ганыш махкеме масрафлары оларақ 5389 гривне төлемек керек. Махкеме сабық депутаты 2014 сенесі апрелінің 11-інде Русия тарафындан азырлаған Қырым анаясасы үшін рей берілгенде иштирах етті ве ишғал етілген Кефе шер шурасына ұзыны намзет етіп көстерді деп сая. Масаллар Қырым татар тіліні огренювде бір усул оларақ. Ахмеджетте балалар үшін масал сааты адылы лейха чалыша, балалар үшін азырланған дәрсілер не шекілде кешкені ақында зенадашларым икееті. Масал saati lehasının teşkilatçısı ve hocaları ballarga yanı masalını hikaye etti. Bu sefer bu lileknin sesidir. Bu tembel huş hakkında bir masal. O hiçbir şey yapmayıp güzel yırılmağa istey. Masallar ballarga yaxşı ve yamanını ayırdı etmege öğretti. Yaxşılıkka ıntılmaqını öğretti. Ve bu masalda балалар әрекетчен olmak кереклер, балалар айтылған сөзге диққатлы olmak кереклер деген fikir yürsetili. Masal vasıtasıyla балаларға туған тіл öğretili. Dinledim masalını, nasıl kuşlar soradılar padişahtan özünü sesini. Çalışmak gerek. Nasıl ayettiler böyle yapmak gerek. Ben bugün masalını pek beğendim. Ben yiyek hakkında masal dinledim. Bu yiyek ses çıkardı. Bir tak sesini taptı. Ben masalını beğendim. Masal saati bu fidançıq bala klubunun lehasıdır. Onun maksadı meraklı tarzda балалардың туған тіл öğrenilüğüne celp etmek. Анастасия Исаенкова, Евгения Пекунова, Haberler ЮА Қырым. Программамыз sonuna етті. Ярын Украин ве рус тіліндегі хаберлерімізді қачырмаңыз. Ве Фейсбуктаки яңылықларымызды тақып етмеге ұнытмаңыз. Саулық не қалыңыз.